шала тіккен құрақтаймын, шалалықты ұнатпаймын, сусыз жатқан жырақтаймын, жауабы жоқ сұрақтаймын, әлсіз жанған шырақтаймын, көзі жабық бұлақтаймын, шыдамсыздар кетіп жатыр, ар намысты құлатпаймын, санамменен келгеннен соң бұл өмірде тұрақтаймын дейді Нұрмұхаммед ақын. Қызылорда қаласының әкімінің құттықтау сөзін жеткізу үшін сахнаға Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов шақырамыз. Бүгін мінекей Қызылорда төрінде қазақ поэзиясының, қазақ өнерінің той болып жатыр деп батыл айтуымызға болады. Мінекей сонау ғасырлардан бері тізгін тартып келе жатқан қазақ өнері мен мәдениетіне өзіндік сән салтанатымен қосылған біздің сырдың да осы өнерде үлкен үлесі бар. Мінекей бүгін куә болып отырмыз. Осы үлкен салтанатты көштің ішінде Нұрмұхаммедтің де көш көлігі өзінің жарасымымен еніп, жарасымымен сән тартып бара жатыр. Әрине, ешбір оқу орны ақын тәрбиелемейді, ақын дайындамайды. Талант тәңірден дейді. Әр талант дербес өзінше дарын. Сондықтан мына қазақ поэзиясын, қазақ әдебиеттану ғылымында үлкен зерттеулер жасаған академик Зейнолла Қабдолов ақынды талантты ақын, ұлы ақын, көрнекті ақын, жас ақын деп бөлуге болмайды. Ол ең алдымен ақын деген екен. Неке сондықтан осы тәңірдің берген сыйын өзінің бойында толғатып, оны халыққа беретін адам бұл сол тәңір мен адамзаттың арасындағы алтын көпір, тылсым күш иесі деп айтуымызға болады. Неке біз осы Нұрмұхаммед бауырымыздың әрбір өлеңін толқымай оқуымыз мүмкін емес. Менің ұғымымда Нұрмұхаммедтің бүкіл шығармашылығының лейтмотиві мына бір шумақ өлеңде жатыр деп өзімше пайымдаймын. Білімді құмарланып терең қаздым, түскендеймін ізіне кемел наздың. Екі қолым ырқыма көнбеген соң аузыма қалам тістеп өлең жаздым дейді. Бүгінгі шығармашылық кеште арнайы мына қала әкімінің құттықтау хатын тапсыруға және мына сыр сүлелерінің жыр антологиясы жинақталған қайталанбас дауыстар атты дискіні табыс етуге Нұрмұхаммедке рұқсат етіңіздер. Сыр елі, жыр елі, сырдың бойында берісін айтқанда әбілдадан кешегі қазір ғана сөз қылып отырған Зейнолладан бастап ақынға бай өлең өлкесі, Алаштың анасы, кейінгі толқын ақындардың ішінен де қазір барлық қазақ оқырмандарына танылып үлгерген, тура мағынасында айтсақ өлеңнен мұнара тұрғызған Назгүл Бердіқожа мен талантты ақын Толқын Қабылшан ортаға шақырамыз. Базын айтып, баз кешіп, бар асылға, аңсарғыштың ақ бұлттың арасында. Астан кестен жаныңның әр тамшысы сағыныш боп дат айтса нала мұңға, әз ғұмырдың дидарын құлай сүйген, тектілік бар тағдырмен таласында. Көк аспанды сыйдырған көздеріне, сол ғұмырдың өзгеше өрнегі де тістелейсің жымиып, қалам ұшын татыған соң таңдайдың кермегіне. Ащы тұщы тірлікте талайлы түн, толқисың ба жырсыймай ернеуіне. Күз түнеріп, күн күліп көктемінде, бәз біреулер өмірге өкпеліме, талайларға таңсық қой сенің жырың, тылсым сырын сыбырлар көктегіге. Арпалысып тағдырды жеңесің сен, гүл өсіріп жаныңның бөктеріне. Әппақ өлең еткенде мұңын ғайып, ал қара көк аспанға сырың жайып, алып ұшып қағасың қанатыңды құзар шыңға, жетсе деп жырым лайық. Қыран тектес өрлік бар жүрегіңде, көк тәңірім етпегей нұрын ғайып. От ұшқындап мойылдай қарашықтан, кейпің әне көктемге жаңа сыққан.
жасымаған жазмыштың сынағына, бақытыңа тұр бүгін таласып таң. Құтты болсын жыр кешің Нұр Мұхаммед, тасты жарып, тау құшып, дара шыққан. Жырға серік қараңғы сәт бұла түн, тым ерекше шабыттанды мына түн, қара түнге сурет салып жататын құс қанатты бір ақын. Қанатынан алтын сәуле шашырап, жыр бояуға бөленетін атырап, қиялымен түнге сурет салатын ару қыздың жасынап. Болған емес, қу тағдырға азалы, арлан ғана жалап жара жазады. Өмір торда өксімейтін жан бар ма, темір тордан асып түсер азабы. Сен арлансың, мойымайтын қиялы, от жырыңнан мәңгүрт есін жияды. Қаламына тағдыр байлап, әр түні сағынышпен төккен талай сияны. Кей сәттерде өкпелейсің заманға, баз біреуге таяз ойлы адамға. Сенің нәзік жүрегіңнен жыр тамып ақ пен қара алмасады санаңда. Мұңаймашы, жанарыңа жасалма, баз біреулер баласа да осалға. Шейбөрілер топ боп талап үйренген, ал қасқырлар жалғыз болар қашанда. Рахмет. Нұр Мұхаммедтің ақын қарындастары әңгіме арасында ғибратты сөзде айта отырсақ, бағзы бір заманда Иса пайғамбар жолмен жүріп келе жатса, айдалада жапанда жалғыз ағаштың түбінде бір кісі отыр екен. Жақындап барса, әлгі кісі: Алла, менің шүкірлігім мына ағаштың жапырақтарынан да көп деп күбірлеп отырған ұқсайды. Сонда алейхиссалам одан да жақынырақ барып: сен өзің неткен жансың? Әлгі кісінің үсті басы толған жара, екі көзі су қараңғы соқыр екен. Сиқың мынау, ал тәубең ағаштың жапырақтарынан да көп деп сұрап жатса керек. Сонда әлгі пенде: рас айтасыз, менің көзім соқыр, бірақ тілім сау. Алланы еске алатын жүректері жоқ. Тәубе айтуға тілінің құлықтары жоқ. Мына көп сау адамнан менің санамды артық қып жаратқан Алла тағалаға мың шүкір айтамын дағы деген екен. Сол кезде Иса пайғамбар қолын көкке жайып, Алладан дұға қылып, медет сұраған. Құдай тағаланың құдіретіменен сол дұға қабыл болып, дәл сол сәтте әлгі пенденің үстіндегі жарасы төгіліп түсіп, екі көзі шайдай ашылыпты. Қасиетті Құранда сабыр қылған жүректің, шүкір қылған тілдің иесіне менің сыйым мен нығметім көп дейді Алла тағала. Ендеше тағы да көбімізден Алла санасын артық қып жаратқан Нұр Мұхаммедтің өлеңіне құлақ салайық. Ол өлеңді оқитын кішкентай ғана Нұр Мұхаммедтің інісі ізбасары Заңғар кеше республикалық байқауға барып, Нұр Мұхаммедтің Мұқағалиға арнаған өлеңін оқып, бірінші орын алып қайтты. Заңғар Шегебай. Пірім менің Мақатайым, санамызбен жан жақты барлатайық, білімізде ойды ұзақ шарлатайық. Мұқағали абайларды үлгі тұтып, болашақты бұлбұлша сайратайық. Өлеңнің шың басына шықсам деймін, кетпесінші аяғым қарғат. Қара сөздің айдынында жүзсем деймін, мінгізіп мені жүрер барма қайық. Тірісінде елеусіз болып өткен пірім менің Марғасқа Мақатайым. Сізді табам жыр жайлы сұрақ жолса, сөз сарыны шөл басар жырақ толса. Ұрпаққа қалдырыпсыз құнды аманат, көреген көз тыңдайтұғын
ақ болса, жырлай деген әр дәуірді әр дастан, жыр жалыны өзі сізге жармасқан. Сіз даулықсыз, басыңызды қар басқан, бейнеңіз Алла салған жартастан. Түсінеді табиғаттың тілінде, қиналғанда қайыңмен де сырласқан, махаббат пен ақиқатты нақ айтқан, міне осындай ақын ағам марғасқан. Құдайым бұл өмірді талқылаған, қанатаз көкте ұшып шалқымаған, махаббат пен табиғатты түйістіріп, мұқаңда түн бойына қалғымаған. Жырларыңыз құлаққа құйылады, жүрек жоқ тыңдағанда балқымаған. Ашылар ма көзім сары іріңнен, таң қалдырдың мұқаға дарыныңмен. Сырыңызбен көзімді ашқандайсыз, сары іріңді сүртемін сарыныңмен. Сіз бәйтерек, мен мұна бала жібоқ, қуат бердің маған, аға тамырыңмен. Өмір деген өлшеулі эстафета, жырыңызды мен алайын жалынымен. Жасамаңдар, жасамаңдар олқылық, талайдарын көзден қалды шоқылып. Сыртым солғын сөгілгендей көрінер, өлең жатыр ой түбінде тоқылып. Мұқаңның бақыттысың, бақыттысың ағатай, жырың жатыр қалың жұртқа оқылып. Мұқаңның туылған күні шабыт келді, шабамын тұла бойдан сарқып жерді. Пірімнің жарқын жолын жалғастырам, түсімде жыр жаңға шағып берді. Қолым жасса Мақатаев бола аламын, тұғырына табандап нық қона аламын. Ағамның жырғып тепкен әткен шегін жібін ұстап, оңды соғаламын. Жымқалар жалыны басылмайтын ғайып бол, бір күн мен де жоғалармын. Жалпың үшін ай, ата бабам салып берген ау, аянбаймын салтым үшін ай, ата бабам салып берген ау, аянбаймын салтым үшін ай, шабытымның жалқы үшін ай, жалғасады жарқын ізім ай, аялаймын асылымды
Біріміз солып бұл бақта, біріміз қайта гүлдейміз. Не күтіп тұр бұл шақта? Болжағанмен білмейміз. Тағдырға қарсы тұрсақ та, біз мәңгі өмір сүрмейміз. Өмірде кемтар болсақ та, Алла алдында бірдейміз. Жыр жазып шалықтамыз асқағанды, думан тойға бөлейміз астанамды. Қиындықты жырласам тоқтамаймын, бағалаңдар бүгінгі бастамамды. Қайран жоғын жүрегіміз сезген соң, амалсыздан сумарбаға таңылдық. Бұл жалған қиын саған, қиын маған. Бұлақпыз көзін жапса тыйылмаған, тағдырдың талқысына мойын сұнбай, бақыт бағы білем, бізден алыстыр, адастырмай бізді Аллам табыстыр. Шыдамменен бар азапты жығамыз, ит тағдырмен күндіз түні алыстыр. Сау жандардан қай жеріміз кем екен, кәне бізді мына жұртпен салыстыр. Тыңдаған жөн ақылдының пікірін, талғамаймын тағдырымның үкімін. Өмір деген сан белгіден тұрады. Жанарынан айырылған зағип жандар білмейді, көрмеген соң басқа маңды. Жүрегімді жылатты осы пікір, жарық дүние олар үшін тас қараңғы. Тауқыметі толы жандар мұң жескен, жабырқаулы жанармен үндескен. Мылқаулардың ерлігіне таң қалам, бес саусақты мың бұралтып тілдескен. Батылырақ жандар ғана шыдамақ, қаталырақ өмір шіркін біз кешкен. Орнымыздан тұра алмай сан ұрдық, тұрғызар деп сәтті күнді аңлыдық. Жырымыз дауыл болсын құйындаған. Мұқағали атамша айтар болсам, ей өмір, сыйын маған. Өршіл рух, өжеттіктің арқасында сыйынды мен аламын, бұйырмаған. Айырайық нүктеменен өтірін. Көре білер көз жетпесті жақсы адам, жалқаулар бар күндіз көзін ашпаған. Санаң соқыр, ниетің қотыр жан болсаң, шыға алмассың еш уақытта жақшадан. Өтсін өмір, мейлі мені күтпесін, иығыма ауыр жүгін жүктесін. Мен әзірге сұрақ белгі болсам да, қанық қылып қойып кетем нүктесін. Шабытқа қатысарда кереметті көрсетті мүсінменен, қиналғанда сабақ ал кісің менен. 5 күнін бейғамдықпен өткізеді, өмірдің өлшеулісін түсінбеген. Тағдырдың қаңтарында қалмас егер, ызғарды сезінбей түсінбеген. Қиналып тозақ күнді өткізгенмен, намысым тұғырымнан түсірмеген. Шыдамас жандарға шаршағанда, мені көрде өмірді түсіндірем. Саралаймын өмірді аралаймын, қиялдағы қанатсыз құсымменен. Тар жерде тасты тескен бұлақтай боп, өлең туды бойымнан қысымменен. Кіл мықтылар қатсар жыр додада, шабытты тағымдаймын тісімменен. Жүрек тоңған шақта жырын жағар, күмбірлі күй көңілдің сырын табар. Өлеңім шөл қандырар сарығымыз, сусаған жан көзінің қырын салар. Шабытқа тұлпарымды сеніп қостым, бұйыртса аламанның алдын алар. Шабытта жағалыны жеңсем дедім, жырдың жалың төсінен емсем дедім. Мен ауырмын, салмағым нарды тартқан, тағдырдың тепкісінен теңселмедім. Тарыдай шашыраған қазақ елі, бидайдай бір жарып өңсем дедім. Бойыңды бір жылтар 5 күндікте, алаудай лапылдап бір сөнсем дедім. Сіздер Нұрмұхаммед ақынның өлеңін тыңдадыңыздар. Кейде мынау қалта телефонымен біреуге хат жазатын болсақ, қалай жағдайың? Сосын аяқ жағынан ерініп, жақсы дегеннің орнына ок деп қоя саламыз. Жаңағы өлеңдердің бәрі ағайын сол телефонның нүктелерін қаламмен басып жазылған өлеңдер. Тағы да бір сол өлеңге құрмет көрсетейік ағайын. Нұрмұхаммедтің сөздеріне
біраз композиторлар да ән жазып жүр. Осында Сәкен Шенімов деген жақсы композитор бар. Талғат Нағашбаев деген белгілі композитор бар. Елге белгілі әнші композитор Индира Елубаева. Соның бірі қазір Индира Елубаеваның әні Нұрмұхаммедтің сөзіне жазылған «Сүйген жүрек» сахнада орындайтын сүйікті әншілеріңіз Гүлфира Әлиханова. Şatır